Сәлем достар, құрметті менің көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге киви жемісінен өте дәмді болып шығатын сусынды бірге әзірлеп көрсететін боламын. Ол үшін 2 дана киви жемісін майда тор көздерге, яғни кубиктарға турап алып, блендердің көмегімен біркелкі масса жасап шығарамыз. Массамыз біркелкі болып шықты. Енді осы сұйық массамызды графинімізге құйып аламыз. Енді осы массамызға лимонымыздың 4-тен 1 бөлігін, яғни жартысын турап қосамыз. Және манго маракуйя шырынынан 2 ас қасық қосып, массамызды біркелкі болғанша араластырып аламыз. Лимон мен шырынымыз жақсылап араласқаннан кейін үстіне спрайт немесе 7-аптан толтырып құйып шығамыз. Осы шырынның үстіне жалбыз, яғни мятаны да қоссаңыздар болады. Жалбызсыз да өте дәмді болып шығады. Түсі өте қанық болып шығатын, шөліңді басатын сусынымыз дайын болды. Сіздермен болған Нұржамал.